Ассалаумағалейкум темір тұлпар сүйер қауым. Қарсы алыңыздар, жаңа GTR X70 2023 жылғы үлкен отбасы үшін кең және жайлы кроссоверге шолу. Қуаттылығы 147 аттың күші, қозғалтқышы 1.5 турбо, алдыңғы жетек, жанармай дәрежесі бензин. Сыртқы көрінісі заманауи және стильді дизайн болып көрінеді, мәнерлі және тартымды. Динамикалық алдыңғы бампер заманауи және агрессивті көрініс беретін, үлкен ауа қабылдағыштары мен біріктірілген фаралары бар батыл мүсінделген дизайнға ие. Ішкі салоны былғарымен қапталған, алдыңғы жарық диодты оптика мен артқы жарық диодты шамдар көзіңізді шайдай ашады. Алты бағытты қамтамасыз ететін электр жүргізуші орындықтары ойластырылған. Алдыңғы орындықтар жылытылады. Кіру жарықтандыру жүйесі және логотип проекциясын енгізген. Сандық бақылау тақтасы кілтсіз кіру жүйесін енгізген. Басқа көліктерден кем емес. Басу түймесі бар, электр тұрақ тежегіші, жылытуы бар, электрлі жиналмалы айналар, айнымалы жылдамдық круиздік бақылау функциясын ұмытпапты. Қабылдағыштары мен біріктірілген фаралары бар. Батыл мүсінделген дизайнға ие. Хром екпіні бар. Үлкен гравитациялық тор көлікке талғампаздық пен мәнерлікті көрсетіп тұр. Стильді фаралар GTR X70-тің жарық диодты жарықтандырылған өткір және жұқа алдыңғы фаралармен жабдықталған. Бұл көрінуді жақсартып қана қоймайды, сонымен қатар автомобильге заманауи стильді көрініс береді. Бүйірлік профилі динамикалық көрініс беретін және аэродинамикалық өнімділікті жақсартатын тегіс сызықтар мен қатпарлармен сипатталады. Хонги 5 қытайлық премиум кроссовермен танысыңыз. Жайлылық пен спорттың тамаша интеграциясы. Қорап түрі автомат, қозғалтқышы, көлемі 2 литр. Бұл Хонгидің қытайлық саяси элитаға арналған автомобильдер ретінде орналасуына байланысты болуы мүмкін. Интерьері дизайн және сенсорлық тақталардың көптігі үшін уақыт рухында жасалған. Ішкі атмосфералық жарықтандыру. Сонымен қатар әрлеу материалдарының тактильділігі бойынша субъективті түрде класс стандартынан сәл жоғары. Орындықтар алькантара. Кірістірулері бар шынайы наппа былғарыдан жасалған 4 орындық үшін жылытумен, ал алдыңғы жағы желдетумен жабдықталған. Үлкен панорамалық шатыр өте әсерлі көрініс береді. Қосымша опциялар, жаяу жүргіншілерді қорғау жүйесі қосылған. GLONASS жедел қоңырау жүйесі және автономды GPS те енгізілген. Бас тіректер жиналмалы бүйір, қабырғалары бар, ыңғайлы пішінге ие. Бұл алыс жолда ыңғайлы болады. Алдыңғы орындықтағы жастықтың пішіні бұрыштары дөңгелектенеді. Әсерлі көрінеді. Қытайлық Rolls-Royce'пен танысыңыздар. Hongi H9 гибрид электромобилі компанияның флагмандық седаны. Автокөліктің алдыңғы жағында сөзсіз ең танымал элемент бұл альпілік сарқыраманың дизайнерлік тілімен кіретін тор. Ішіндегі хромдалған сәндік жолақ бүкіл тордан өтеді. Сонымен қатар бүкіл алдыңғы жағы көлденең және тік сызықтардан тұрады. Алдыңғы және артқы сәлемдесу шамдары орнатылған. Қаңқасының бүйірлік дизайнның көлемі ұзын, кемеге ұқсайды. H9-да жасырын есік тұтқасы жетілдіріліп, жақсартылды. Фейстбек дизайнынан туындаған көліктің артқы жағындағы үлкен көлбеу бүкіл көлікті купенің темпераментін көрсетуге мәжбүр етіп тұр. Hongi H9 гибрид жиынтығы флагмандық седанның турбо зарядталған 2.0 қозғалтқышы және 48 вольт жұмсақ гибридті жүйесі бар. Үлкен панорамалық шатыр өте әсерлі көрініс береді. Максималды қуаты 185 киловатт, 7 жылдамдықты қос ілінісу беріліс қорабы бар. Ішкі әлем опцияларға бай.
Жолаушының алдында 4 материал қолданылады. Соның ішінде ағаш әрлеу, фортепиано бояуы, хромдалған металл және тігілген былғары. Сонымен қатар визуалды әсер мен жанасу тұрғысынан өте әсерлі. Электр жетегі бар. Былғары руль, напа материалынан жылытылатын және желдетілетін орындықтар. Өндірушілер интерьерді дыбыс өткізбеу үшін көп күш жұмсаған. Электр реттегіші бар, жүргізуші орындығы 14 бағытпен қозғалады. Ал ыңғайлылық және қауіпсіздік жағына келсек, тұраққа көмек көрсету жүйесі енгізілген. Мұнда әрлеуде былғары мен қымбат пластмассалар көп. Пернелер мен бұрауыштардың жұмыс жолдары жақсы тексерілген. Көліксүйер қауым, арнаны қолдап, лайк басып, ой-пікіріңізді жазып, каналға подписка жасап кетіңіз.